Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Екібастұзда 15 үй тағы да жылусыз қалды. Таңғы сағат 4:30-да осы үйлер ауданындағы құбыр жарылды. Зақымданған жер бүгін сағат 12:00-ге дейін жөнделеді деп жоспарлап отыр. Апат салдарынан жою жөніндегі штаб жетекшісі Роман Скалярдың айтуынша, Екібастұзда жылу бермеген 4 үй пәтер қалған. Бұл мәселе бүгін шешіледі. Тұрғындар бір аптадан бері жылусыз отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматылықтарға қоғамдық орындарда маска тағу ұсынылды. Алматыда бір аптада коронавирус инфекциясын жұқтырудың 187 жағдайы тіркелді. Бұл туралы қалалық санитарлық эпидемиялық бақылау департаментінің басшысының орынбасары Әсел Қалықова мәліметтеді деп хабарлайды ел.кз ақпараттық агенттігі. Әсел Қалықованың сөзінше, эпидемиялық жағдай тұрақты. Мегаполис қазір жасыл аймақта. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.